Қазір Наурыз мейрамы білім ұяларында да тойлануда. Мерекелік шараның бірі қаламыздағы Дарын мектеп-лицейінде өтті. Бұған оқушылар бір апта бойы дайындалыпты. Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Дарын мектеп-лицейінде бүгінгі таңда ауыл-ауыл болып әр сынып Наурыз мерекесін тойлап жатырмыз. Наурыз мерекесінің қарсаңында бір жұма бұрын бізде Наурызды тойлау мерекесі басталып кетті. Әр күні әртүрлі дәстүрлі ойындар, ұлттық дәстүрлерді көрсету, мәнерлеп оқу, өлең оқулар және көктем аруы сайыстары өтті. Ұлттық киім киген жастар малдас құрып отыр. Қолдарында түрлі тағам салынған ыдыстар бар. Мерекелік шара барысында қатысушыларға қазақтың салт дәстүрлері көрсетілді. Алас тіл көзден сақтасын. Аластау, бесікке бөлу, тұсау кесу. Бұлардың барлығы Дарын мектеп-лицейінде көрсетілді. Әдет-ғұрыптан жастар жағы хабардар. Олардың бірі бата берді. Жаңа жылда жырындар өстем болсын мерейін. Жақсылыққа баз болып, ауылымызда аз болып, келген Наурыз құт болсын. Мерекелік шараға тиянақты дайындалған оқушылар көпшілікті мейраммен де құттықтады. Наурызға орай даладай дастархан жайылған. Шара соңында ол қыздар тағамдардан дәм татты. Нұрасыл Ахмет, Шернияз Иманов, МТРК.